Алқалы жиынына қош келдіңіздер. Алқалы жиынға елу адам қатысып отыр. 14 жақтаушы қырғыздан қарсы қалыс. Таныстырып өтейміз. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының аттегілері, аймақтық көкпар федерация президенттері және бұқаралық алқалы жиынның хатшысы Малыбекова Айнұр. Дауыс санауды жүргізуді хатшыға тапсырыз. Осы тәртібі жазылы, тәртіптарымыз бұл. Жақтаушы қарсы жол қалыс. Байланысты көптеген спорттық шаралар келер жылға шегеріліп жатқан бар. Олимпиада бағдарламасында келер жылға алып жатқан және бағыттары нақты айқындалған облыстардың бір десек артық айтқанымыз емес. Содан тәуелсіздік жылы қауымдастықтың президенті Бекболат Тілеуханның тікелей тапсырмасымен бірқатар ардагер ағаларымыз отыр. Алғашқы айылын ақсақалды талай әрі бәсекелердің негізгі жарыстарға төреші келіп отырған азаматтарды көріп тұрған отырмыз. Енді бір ауыздан өзімізді тамаша сәтте енді мемлекеттік мекемемен енді дене шынықтыру спорт басында қасында жүрген адам болмаса, әшімай көкпарда жүрген адамдар бәрін жайын біле бермейді. Бұның ғайындыңыз бұл. Бізде жаңағы тек қана намыс емес дүниеге кетті көкпардың бәрі жарысы. Федерация президенттерін жинап, осыны айтайық, түсіндірейік. Кейін ұрпаққа біздің көкпарымызды көкпарға қалдырайық. Команда көкпар болған. Себебі бәрі өрде таза ешқандай бұрмалау жоқ. Болмайды, адам деген намыс деген болу, намыс деген. Сол дүние үшін өргенесей. Қазір шабандозы намысты бірінші орын қояйық. Бұл қазақты не бар ғой? Қояйық. Менің жаңағы сіздердің неңізді жақсы қолдаймын, 100%. Ақшасы бар ана атылып, ондай керек қою керек. Намысты жігіті бар, жанында несі бар адамдар соларды алсақ деп сөйледі көп жігіттерге айтып, бұны Қырғызстанның сүйекті барымыз ағайындармен. Осы Қазақстан чемпионатында бірінші орын алып жүрген жағдай бар. Біз қандай екенде оны жаңағы құрметті азаматтар, осы өңірдің көкпар федерациясының президенті болып Нұрмахан Жолдасов ағамыз жұмыс жасап келді. Марқұм жатқан жері жәннатты болсын. Ол кісінің осы салған іздерін бастаған жоспарларында ары қарай жалғастырамын деймін. Осы біраз пікірлер бар. Алдағы уақытта жасайтын біраз жұмыстар бар. Сол жұмыстарды өздеріңізбен аға буында үлкен ағаларымыз бар, өздеріңіз бар, бірлесе жүріп, сол жұмыстар жалғасы жеңіспен табылады деп ойлаймын. Көкпар енді қазір жаппай көкпарымыз қайтып түсіндіріп айтуға болады. Мен әр жерде айтып жүрмін, осы көкпар мазасы кетіп жатыр. Себебі қазір баяғы біздің уақытымызда намысқа шапқанбыз қазақтарымыз. Қазір дүниеге шабатын болып кетті. Қазір салым ататса, сол салымы қанша, көкпарға баратындар сол салымын сұрайды. Қанша салымын. Оның үстіне біздің Шымкент облысы алғашында ердің қасына орап байлады, басқа қылды. Енді қазір енді іштен бірі көтеріп алып кетсе, оны ұстағанды уже жігіттік емес деп есептейді бәрі. Бұл дұрыс емес. Мен көкпар деген ол тартып, кім мықты, сол апарып салу керек. Мына біз Жамбыл облысы бізден қазір мықты болып жүр. Оның болып жатқан себебі мықты болса. Қазір Жамбыл көкпарға барсаңыз, өрде тартыс. Аяғын байлап тастайды, тартысқандай әбден тартысады, одан кейін елдің бәрі уже тақым шыңдалып, біздің өшірде мықты шабандоздар бар, өшір саламай жүр. Себебі бәрін жерімқан тартпайды, жаңағы іліп алып болды, пәленшенің аты салу керек, пәленшетек салу керек, сол бізде Шымкентті құртып отқан осы. Әсіпте Шымкент бірінші орынды шуақта берген емес, бермейміз де керек. Бірақ қазіргі қарай, заманға қарай, енді елдің бәрі мықты жеңу керек, мықты жеңеді. Біздің көкпардың ең қызы қазір команда көкпар болып қалды. Елдің бәрі айтады, соны айтады. Ең таза көкпар осы команда көкпар. Себебі команда өрде ешқандай ерге орамайсың, байламайсың, тек тақыман көкпар апарып шығасың, таза от көкпар сол жатыр. Ал жаппай көкпарымыз қазір жүдә қиын болып кетті. Тек сол салымға бола дүниеге орай неғып кетті, шауып кетті. Енді көкпарда мысалы осы көкпарға жанашыр болып жүрген жігіттер бар ғой, солар енді
Біраз енді кеткен кісі не болмайды. Нұрмахан уақытысында да осыны айттым, көтердім. Нұрмахан ауылдың ақсақалдарын шақырайық. Одан кейін спорт федерациясының президенттерін шақырайық. Сөйтіп осыны бір өткізіп, бәріне түсіндіріп айтайық. Бұл кейінгі ұрпағымызға Көкпарды ата-бабамыз қайтып жапты, сол күнде қалдырайық десек, оған енді ол кісі не қылмады. Себебі олардың бәрі қызықтатын себебі ат шаптыртады. Аттар болмай қалады. Сол салым алу елдің бәрі өтіп жатқан дүние. Намыс дегенді жинап қойды. Әйтсе біз баяғыда намысқа шабатынбыз. Мысалы мен Союзға барып жүрген кезде 5 ойыннан чемпион болдық. Союзда. Сонда бізге қолымызда бір парақ қағаз берді, ешқандай дейін жоқ. 16 рубль берді. Сонда есімде әлі кетпейді. 16 рубль. Біз енді ол кезде намысқа шапқан адамбыз, біз ол ақшасына, дүниесіне шапқан жоқпыз. Сол намыс ойбай қазақ, біз бүкіл Қазақстан бізге сенім жіберген кезде, сол қазақтың несін шамамыз келгенше жоғары көтерейік деп, сөйтіп шаптық. Қазір енді жігіттер айтсаң жамандағанда енді ол команданың көкпар жағын жаппай көкпар болатын болса, салымы қанша, сол салымынан істеп, соңына қарай шабады. Бұл дегенде адамды намыс, бізді қазақта айтып бар ғой. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді деп, сол намысқа шабу керек. Ол менің түсінігім бойынша ата-бабамыз басында сондай болған, сол күнше сондай қалу керек, қалдыру керек сөйтіп. Әлі де болса қол қалса болмайтын нәрсе жоқ. Бәрін келтіруге болады. Мысалы басында сөйтіп шаптық қой бізде, қазір енді соған келтіруге болады. Сол айтсақ, біраз жігіттер енді қазір кім болса да сол енді айтып, тағы осы жерде айтайын деп келдім. Осыны қолға алайық. Ұят болады, кейінгі ұрпақтарымызға кәдімгі қазағымыздың ұлттық ойынын қалдырайық, ұлттық ойын қылып. Дүние тауы жол емес, ұлттық ойын қалдырайық деп сол айтып отырмын. Енді қағар халықтар енді уақытында шапты, жақсы, енді жас келгеннен кейін адам деген әлде шабады ғой мықты. Оларға бүгінде көкпар шапқан деген мысалы маған әперсе мен де шабамын, жерден іліп әпереді. Жерден іліп атқан кезде біреу ұстаса, оның кейін жігіттік емес дейді, дұрыс емес дейді. Қамшы көтеріп соған әпер шығады. Ибрагимов Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысы. Енді өздеріңізге мәлім, бүгінде ұлттық спорт түрлері қарқынды даму үстінде. Өздеріңіз куә болып отырсыздар, бұрын-соңды болмаған біздегі Азия чемпионаты, сонымен қатар әлем біріншіліктері жоғары деңгейде ұйымдастырылып отыр. Бұны өту деңгейі өз кезең-кезең болып жатқан жағдай, ол бір күнде бола салған дүние емес. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді бұл жердегі басты мәселе, енді қазіргі күні ұлттық спорт түрлерінің республикалық деңгейдегі жарыстарының кезең-кезеңмен толыққанды өтуі бұл тұрақты дамуды білдіреді. Мысалға, Қазақстан Республикасы чемпионаты көкпардан, аударыспақтан, теңгелуден, жамбатудан тұрақты түрде жасөспірімдер арасында, жастар арасында, ересектер арасында ұйымдастырылады. Бұл негізінде біздің ұлттық спортымызға деген ерекше бір үлкен бір назарды алып көрсетеді. Ал енді бұл жердегі негізгі мәселе көкпардың енді біраз мәселелер деп айтып жатсыз. Біз енді толыққанды қазіргі ұлттық спорт түрлері қауымдастығы, мәдениет және спорт министрлігімен мына ережені дамыту мәселесі. Күн өткен сайын өздеріңіз білесіздер, кез келген спорттың даму бағытында ол ереже толыққанды өзгеріп, жан-жақты даму қарқынына ұшырап отырады. Бұл өзі спорттағы қалыпты жағдай деп санаймыз. Ал енді бүгінгі жағдайға байланысты, енді өздеріңіз көріп отырсыздар, Түркістан облысы еліміздегі ең үздік облыстардың бірі. Және де осы облыстағы негізгі ұлттық спорт түрін қай түрін алып қарасаңыз да қарқынды даму бар. Енді осы қызметке лайықты осындағы азаматтар бар. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлы, президенті Бекболат Қанайұлы Тілеуханның негізгі берілген тапсырмасы бұл енді жан-жақты дамуға жұмыс істеу. Бүгінде осы үдерістен шығып отырған Түркістан облысында көптеген жақсы жаңалықтарды айтуымызға болады. Енді Ғани Молдабекұлы Ахметбаев сол үлкен жақсылықтың, жаңашылдықтың және де осы тұрақты дамуға кепіл болып келіп отырған азаматтардың бірі. Осы ұлттық спорт түрлерін Түркістан облысында дамытып жатқан азаматтардың бірі. Сол себепті болашақта да сәттілік тілейміз, жақсы табысты еңбек болсын деп айтқымыз келеді.